are you doing? Today we are going to talk about infinitive. Let's start. Сәлем досым, қалың қалай? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы инфинитив жайлы болмақшы. Жалпы инфинитив дегеніміз етістіктің жаққа, шаққа бөлінбейтін түрі. Ол жеке тұрып мағына бермейді. Инфинитивтің маңызды бір белгісі десе, біз онан to'ді айта аламыз. Мысал келтірейік. I like to dance the salsa деген сөйлемді алсақ, яғни мен сальса билегенді ұнатамын, иә? Бұл жерде біздің бастапқы етістігіміз like, бірінші түрі, бірінші етістігіміз. Ол етістік бізде өзгеріске ұшырай береді, шаққа байланысты. She likes деген сияқты, иә? He likes деген сияқты. Ал екінші етістігіміз dance болып тұр. Осы екі етістік бір сөйлемде тұрған кезде, оны біз to арқылы бөліп тұрмыз, я? I like to dance деп бөліп тұрмыз. Қарай жалғастырайық. Енді инфинитив to сіз де қолданатын сөйлемдерде кездеседі, яғни without to. To болмаған кезде біз оның инфинитив екендігін анықтаймыз, я? Қалай? Бірінші формасы ол бізде modal verbs арқылы келген кезде. Мысалға, can, may, must, should, need секілді modal verbs келген кезде. For example, Amina can sing the song. Яғни Амина ән айталады. Бұл жерде canнан кейін can бізде modal verbs, ол да бізде етістік болып тұрады, модальды етістік. Одан кейін бізде to жазбаймыз. Song деген мысалға ән айту, я? Sing the song, яғни sing деген ән айтуымыз болғанда бізде оның арасында біз to'ді қолданбаймыз. Екінші формасы ол бізде auxiliary verb will көмекші етістігі келген кезде. Мысалға, they will leave tomorrow. Яғни бұл жерде бізде will етістігі тұр, одан кейін leave етістігі тұр. Арасында біз to'ді қолданбаймыз. Так, келесі кезекте ол бізде бұл сөз тіркестерін жаттап алғаны абзал. Мысалға, to see, to watch, to help, to hear, to observe, to feel секілді, to make секілді осы сөздермен келетін болса, онда біз to'ді қолданбаймыз. Осы жерде бір no бар, яғни to help, ол бізде to'мен де қолданады, кейбір деректерде to'сіз де қолданылады. Яғни тест кезінде сізге осындай бір қате болып есептелінсе, онда оны біз апелляцияға бере аламыз, потому что ол под вопросын, кейбір экшн кітаптарында to'мен дейді, кейбір кітаптарда to'сіз қолданады. Екеуі де, в принципе, дұрыс болады бұл жерде. Мысалға келтірейік, I heard, to her деген айту, to her, яғни есту. I heard her talk with my father. Бұл жерде heard дегеніміз өзгеріске ұшырап тұр біздің бастапқы етістігіміз. Одан кейін біз жанда to'ді қолданбаймыз, я? Және соңғы формасы ол бізде would, rather және had, better сөз тіркестері арқылы to қолданылмайды. For example, you had better go to see the doctor. Яғни, саған дәрігерге көрінерген абзалырақ еді, жақсырақ еді, я? Тебе бы следовало бы показаться к доктору деген сияқты. Осы жерде had better'дан кейін go етістігі келіп тұр, яғни арасында біз to'ді қолданбайды екенбіз. Енді to қолданылатын кездерді айтайық. Happy, glad, sad, willing сөздерден кейін келетін болса, онда біз to қолданамыз, я? Мысал келтірейік. Bob is willing to help. Яғни willing сөзінен кейін бізде help көмектесу етістігі келіп тұр, арасында біз to'ді қолданамыз, я? Содан кейін біз айтамыз ғой, мектепте көп қолданатын еді, мұғалімдер. I'm glad to see you дейді, I'm glad to see you. Осы жерде де біз to see деп айтып жатырмыз, я? Және де қазір мен экранға көрсетіп кетемін, қандай етістіктерден кейін бізде инфинитив қолданылады әдетте. Соны бізге жаттап алған абзалырақ болады. Бүгінгі сабақ саған түсінікті болды деген ойдамын, және видео соңында каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Келесі сабақта көріскенше, see ya!